Армысың ақ тілекпен жарылған ел, құт береке жеріңе дарыған ел. Ақ батасын дәріптеп батагөйлер, төрткүл дүние жүзіне танылған ел. Қайырлы күн, қадірлі өнер сүйер қауым. Қариясы бар ел, қазынасы бар ел. Дегендей аға буын өкілдерінің өскелең ұрпаққа берер тағылымы мол, халқымыздың баға жетпес ұлттық құндылықтарының бірі бата беру дәстүрін жалғастыру, дәріптеу, ел арасында кеңінен насихаттау мақсатында аталардың ақ батасы атты ардагерлер арасында өтетін облыстық онлайн батагөйлер байқауына қош келдіңіздер. Қазақ халқының ұлттық мәдени игіліктерінің ішінде елдің рухани қазынасына бата сөздерінің мән мағынасы, қадір қасиеті аса бағалы. Бата беру ата-бабаларымыздан ғасырлар бойы тырнақтап жинап, ой елегінен өткізген, тексерілген өмір тәжірибесінің ұлттық сахнаның даналығының қорытындысы, адамгершіліктің қағидасы. Құрметті өнерсүйер қауым, қазылар алқасымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Шөкей Фырымтай Шөкейұлы, құрмет орденінің иегері, облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы, Аққулы, Ертіс, Баянауыл, Железинге аудандарының құрметті азаматы, қазылар алқасының төрағасы. Жантурин Абылай Өкенұлы, облыстық ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары, қазылар алқасының мүшесі. Мақұл Ульян Мақұлұлы, тіл жанашыры, облыс алдында сіңірген еңбек үшін төс белгісінің иегері, қазылар алқасының мүшесі. Ақын Алақанұлы, жазушы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, қазылар алқасының мүшесі. Қошемет білдіріп қойсаңыздар, арасында болады. Сатыбалдин Серік Қинаятұлы, Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі, ақын, аудармашы. Бата беру байқау 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде ел ішінде кең таралған ұлттық салт дәстүрге арналған баталарды мәнерлеп жатқа айту. Екінші кезеңде қазақ халқының ұлттық салт дәстүріне арнап бата беру. Үшінші кезеңде ұлттық салт дәстүрге арналған сұрақтарға жауап беру, қолма-қол билетті алып жауап беру қажет. Олай болса, баршаңызға сәттілік тілей отыра, бірінші нөмірлі байқауға қатысушы Уақбаева Құралай Мұхаммедшайық қызы. 1953 жылы 28 мамырда Семей облысы Абай ауданының Құндыздау ауылында дүниеге келген. Павлодар облысындағы замандас атты еңбек және соғыс ардагерлер қоғамының Нұрана әлемі ақсақалдар тағылымы қоғамдық бірлестігінің белсенді мүшесі, әнші, 68 жаста. Ел ішінде кең таралған ұлттық салт дәстүрге арналған батырлар бойынша шілдехана батасы. Көтерейін біректі, нұрға бөлеп жүректі, бөбекке бата берейін, ағынан айтып тілекті. Сәбидің бауы берік болсын, арттағылардың серігі болсын, бәйтеректей бойшаң болсын, өнерлі, білімді болсын, ақылды, ойшыл болсын, тәттілігі балдай, тамыры терең талдай, тұла бойы дарын көпке мәлім болсын. Өнерлі, білімді болсын, ата-анасына мейірімді болсын, кең пейілді болсын. Алла тағала осы батамды қабыл етсін. Қазақ халқының ұлттық салт дәстүріне арналған өз батасы Құдаға бата. Құда болдық 1000 жылдық, күйеу болдық 100 жылдық. Қызыма Құда қуат бер, Құда қиым шуақ бер. Екінші ата-анасы бол, арқа сүйер тірек бол. Жақын келіп, жанасып, балалармен санасып, көмектесіп санасып. Ата әжелеп, немерелер, ата әжелеп таласып. Құдағиымыз, сыйластығымыз жарасып, құдағилығымыз жарасып.
сыйластыққа бәріміз сыйластықта болайық. Сыйластығымыз жарасып, қазақтың салт дәстүрін бәріміз де сақтайық. Осы оқыған батамды қабыл етіңіздер. Әумин, айтқаныңыз келсін. Үшінші ұлттық салт дәстүрге арналған сұрақты қабылдаңыз. Қара шаңырақ, ол атадан балаға үй, ол үйдегі ең кенже балаға беріледі. Оған ешкімнің таласы жоқ. Кенже ол сол қара шаңыраққа ие болады. Атбайлар қара шаңырақ. Атбайлар ол жаңа келін болып түскен кезде жақын туған достары келіп, сол үйге келінге ат байлайды. Соны ат байлау. Қошеметтеріңіз болсын. Рахмет сізге, қымбатты Құралай Мұхамедшайықызы. Екінші нөмірлі байқау оқушыны ортаға шақырайық. Елеукенова Бақытжамал Тұманқызы. Қошеметтеріңіз. 1946 жылы 27 қыркүйекте Павлодар ауданының Қаракөй ауылында дүниеге келген, жасынан өнерге құмар болған Естай Беркенбаев атамыздың ұрпағы. Көп балалы ана, күміс алқа иегері апайымыздың бастамасымен сағым жылдар әжелер ансамблінің ұйымдастырылып, облыс жұртшылығының имандылық жолында Меккеге барып қажатанып келген. Батагөй ардагерлер арасында өткен республикалық байқауда бас жүлдені иеленген. Халықаралық творчестволық бірлестік алтын тәж медалі мен тағы басқа медальдармен марапатталған 75 жаста. Ал бірінші ел ішінде кең таралған ұлттық салт дәстүрге арналған баталар бойынша бесікке салу баталары. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я жаллаху жалағат, құлым саған аманат, сақтағайсың салауат. Мәдинада Мұхаммед, Түркістанда Қожахмет, Маңғыстауда Пірбекет, Баянда Мәшһүр Жүсіп-ата. Барлық әулие, әмбие, пендеңді өзіңе тапсырдым. Ұлда берсін саған, қызда берсін. Менен емес Алладан, бірде бермей жылда берсін. Ұл берсе, мініп шабар асауымен, қыз берсе, қызыл ала жасауымен, тарыдай бөр, бидайдай өз, өтірар орның төр болсын, асағаның май болсын, ұлы қызың бай болсын, шаңырағың биік болсын, босаған берік болсын. Я Алла тағала, мына жаман індеттен бүкіл халқымды аман есен алып қалуға нәсіп ет. Аллах акбар. Қазақ халқының ұлттық салт дәстүрге арналған қоныс тойға арналған бата. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құтты болсын бесігің, өмірдің аштың есігің. Анаң сүті әк болсын, ата әжең берген батасы, басыңа қонған бәк болсын. Азамат болсаң арлы бол, тең ұрмыңның алды бол. Аспанда айса, жерде қайса, суда Сүлеймен ата жебесін, қырда қыдырата қолдасын. Адал болсаң, судай бол, су арамды кетірет. Мықты болсаң, жердей бол, жер жаһаннамды көтерет. Жас ұрпақ өмірлі болсын, жас ұрпақ оқуға білімге зейінді болсын, жас ұрпақ ата-анаға мейірімді болсын. Я Алла тағала Алланың назарында, бақыттың базарында болып, бүкіл халқым аман болсын. Аллах акбар. Ал үшінші сұрақ ұлттық салт дәстүрге арналған біздің сұрағымыз. Ат тергеу, аманат пен ант. Ат тергеу деген жас келіндер жат елге келін болып барғаннан кейін атасы менен енесінің алдында инабаттық көрсетіп, қайын сеңгілеріне, жақын жуықтарына ат қояды. Үлкен атасы болса, үлкен атам, өтіп ол кезде бір шағайын үй болады ғой, ортаншы атам, кіші атам деп. Қайыны болса, ақ төрем, тентегім, іншегім деп қояды. Қыз болса, ұзын шашым, алтын шашым, ерке жаным, қалқа жаным деп ат қояды. Міне, ат тергеу деген осы. Қазіргі кезде бақыр айтып, атасының да
қайнағасында атын атап жатыр. Бұл бір инабаттық салт дәстүр, бұл жақсы. Ат қою деген. Өзім әлі күнге дейін атамайым қайын сіңлілерімді. Аманат деген бір адамның бір құнды заты болса, өзіне бере алмай, көрші қолаңы болса, не бір таныс біреуіне болса, аманат қып беріп кетеді. Аманатқа қылма қиянат дейді. Аманатқа қиянат қылса, ол дүниеде сұрауы бар екен. Ант деген, бір адамға ант беріп, сөз беріп, мен саған орындаймын осыны десе, антын бұзбай, ант деген ол да ауыр дүние. Бірақ осы жастардың ойында жүрсін, аманат пен анттарға қиянат қылмаңдар. Рахмет сізге, Бақытжан Думанқызы, Тереңкөл ауданының атынан. Рахмет сізге, мыңда бір рахмет. Үшінші нөмірлі байқау қатысушысы Әлібаев Хабидолла Әлиұлы, Аққол ауданы. Енді бұл кісі онлайн, қазір көгілдір экранға назар аударып, бірге тамашалайық. Ардақты ағайын, қазақ халқының ғасырдан ғасырға, атадан балаға келе жатқан салт дәстүрінің бәрінде тарихи да тәрбиелік мәні зор. Солардың ішінде баланы баптау, балаға деген көрсететін құрмет тұсаукесер. Тұсаукесер тойын бала жаңа ғана талпынып жүре бастаған кезде елдің бір атақты адамдарына, жақсы балалы шағалы үлгілі анаға, немесе ел ішіндегі абыройлы азаматқа ырым етіп тұсауын кескізеді. Баланың тұсауын майлы шекпен, немесе көк шеппен, әлде ала жіппен кестіру ертеден бүгінге дейін келе жатқан ырым. Оның басты ырымы біреудің ала жібін аттамасын, адал болсын, елге қайырымды болсын, ел тоқ болсын, шөп елдің малы тоқ болсын деген ниетпен ала жіппен де кестіреді. Баланың тұсауын кесудің жолы негізінен ертеден бері келе жатқан баланың алдынан, алды оң болсын, ойлаған ой іске ассын деген ниетпен баланың тұсауын өткір бәкімен, не пышақпен кесу шарт. Енді осыған сәйкес мен сол балаға, тұсау кесіп отқан балаға батамды берейін. Көтерейін білекті, нұрға бөлеп жүректі, тұсау кесер тойына айтайын ақ тілекті. Ала жіпті есілді, салт дәстүрмен сәбидің тұсау да кесілді. Еркелеткен ұлыңның желбіретіп тұлымын, құтты болсын атана, жасап жатқан ырымың. Қаз-қаз басып жүре ғой, бұрын соңды баспаған, тай-тай басып жүре ғой, тақымыңды жаз болам, нық басып жүр құлама, сөрініп кетсең жылама. Алла тағала балаға осындай немен бастап отырып, тілек әр қарай жалғасын демекпін. Баланың ойына нық басып жүр құлама деген сөз баланың нық басып жүргенде негізгі ой тілек болады. Абыройлыс әр қарайға өмір жалғастырсын. Тұсаукесердің несінде басты мақсаты баланы нық басып жүруіне үйрету. Бала жас кезінен бастап өзінің негізгі басты маңызды мағынасымен іске асу шарт. Екінші батам дастархан батасы. Дастархан әртүрлі. Біреудің туған күні болады, сәбидің туған күні, сәбидің өмірге келген күні болады, қонақ келу болады. Солардың ішінде дастархан батасы бір ерекше баталардың бірі болып саналады.
Бата десең берейін, дастарханың бай болсын, көңілдерің жай болсын, аман болсын отбасың, қыдыр болсын жолдасың, шаңырағыңда лайым құт береке орнасын, көңілдерің тоқ болсын, мұқтаждарың жоқ болсын, дос жарандар көп болсын, пиғылдары мол болсын, төрт құбылың тең болсын, басқанызың оң болсын, сәтті сапар оң болсын, жортқанда жолың болсын, өмір бойы жүргенде баталарың оң болсын. Алла тағала бақытты берекелі дастархан болсын. Құтты берекелі ел болыңдар. Жастарың бақытты болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, тұрақты заман болсын. Аллаху акбар. Үшінші белет. Сұрақтары біз шаншар құда түсу. Қазақтың салт дәстүрінде біз шаншар да құда түсуда екеуі де ырымға толы. Тарихи өмірде болған жағдай. Біз шаншар дегеніміз елдің ардақты қарт азаматтары адамдары көрші елге қызы бар үйге барып қонақ болып келген беттерін ештеңеге қандай жолмен келгендерін айтпай сол үйде қонақ болады да ертеңінде ешқандай келген келістерін айтпай жай ғана қонақ болуға келдік деп қайтады. Олар кеткеннен кейін үйдің иесі бұл адамдар неге келді, қандай шаруамен келді, сырмақты сіліккенде онда шаншылған бізді көреді. Бұлар жай тегін келген жоқ екен. Себебі бізде бұл бар, ер жетіп отырған, сіздерде бой жеткен қыз бар, құда түсейік деген ниетпен келген екен ғой. Қайрақты қарар деп қайрақты іздейді. Қайрақтың жоғалған жоқ екенін сезетті, құдалар арнайы құда түсуге келген екен деген ниетпен болады. Егер де жаңағы үйдің иесі қызын сол азаматтарға, құдаларға, құдалыққа жол беретін болса, онда қайрақта тиіспейді. Егер де ұнатпаған болса, онда қайрақты қайтарудың жолын айтады. Бұл құдаласудың басты бір жолдардың бірі. Құдаласудың жолдары бірнеше көп. 5 құда деген болады. Бала өмірге келгенде екі жақ, біреуінде ер бала, біреуінде қыз бала, екеуі шарт жасап өсіп өдгеннен кейін құдаласайық, 5 құда болайық. Ертең балаларды отбасын құрап той жасайық деген ниетпен 5 құда жасайды. Немесе басқа да азаматтар, еңбек жолында бірге жүрген адамдар, басқа көрші қолаңдар, қарсы құдаң дегендер болады. Егер бұрынғы құдалардың ішінен біреудің қызын алса, немесе ұлына берсе, бұда қарсы құда болып саналады. Сонда құдаласудың жолы осындай қалыппен әрі қарай өте береді. Ал 4-ші нөмірлі байқаушы қатысушысы Әмірханов Сәбет Әмірханұлы, Ақтоғай ауданы. 1941 жылы 19 қаңтарда Павлодар облысы Ақтоғай ауданының Басқамыс ауылында дүниеге келген. Ақтоғай аудандық оқу бөлімінің меңгерушісі, аудан әкімшілігінің құжаттама мен қамтамасыз ету және кадр бақылау бөлімдерінің меңгерушісі қызметін атқарған. Бірнеше мемлекеттік медальдің иегері. Ақсақалдар тағылымы қоғамдық бірлестігінің мүшесі, 80 жаста. Ел ішінде кең таралған ұлттық салт дәстүрге арналған баталар бойынша тілашар батасы. Қабыл болсын тілегің, құтты болсын жүрегің. Жаңа өмірге бастаған қабыл болсын тілегің. Құрметті өнер білімге құмар болыңдар. Алған жолдарыңа жарық болсын. Жастардың алған
тілектері қабыл болсын. Алған білімдеріңді ата-аналарыңа арнап, ата-аналарыңның еңбегін ақтаңдар. Биікке самғаңдар, елікке ақтаңдар. Бастарыңа қиындық түспесін, бақыт жұлдыздарың сөнбесін. Алған ниеттеріңді алда жақтасын, тіл мен көзден сақтасын. Денсаулықтарың зор болсын, алдыңға даңғыл жол болсын. Өмірлерің ұзақ, бақытты болыңдар. Ал екінші, қазақ халқының ұлттық салт дәстүрге арналған мектеп бітірушіге бата. Алтын бесік мектебің, білім алып көктедің. Аңғармадың қашанда 11 жылдың өткенін. Өмірлері болашақта жақсы азамат болып, өздеріңнің ата-аналарыңа мейірімді, дарқан кең пейілді болыңдар. Өмірлерің ұзақ болсын, алған білімдеріңді үлкендерге, ата-аналарыңның еңбегін ақтап, ұстаздарыңның еңбегін ақтаңдар. Қайда жүрсең де аман болыңдар. Дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын. Амин. Ауын айтқаңыз келсін. Ал үшінші сізге сұрақ. Ұлттық салт дәстүрге арналған сұрақ. Билетті алып, нөмір 4-ші билет. Босаға майлау көрімдік пен байғазы. Құрметті қалайым, қазақтың салт дәстүрі, қазақтың тілі қандай бай болатын болса, қазақ халқының салт дәстүрі де сондай бай. Сол дәстүрдің бірі босаға майлау. Босаға майлау дейді. Босаға майлау деген бұл жас отау шаңырақ құрып жеке шыққанда бұл үйдің босағасын майлау. Ол босаға майлау дегеніңіз бұл үйдің іші жарық болсын, адамдарға жұғымды болсын, келген адамдарды жақсы қарсы алатын сондай бір жақсы үй болсын деп, үлкен адамдар үйге келгенде босағаны майлайды. Міне бұл босаға майлау деп аталады. Ал енді жаңа айтып жатырмыз көрімдік. Көрімдік пен байғазының екеуінің арасы екі түрлі. Көрімдік жанды жанға берілсе, байғазы жансыз жандарға беріледі деп жазылған еді. Менің ұғымымша солай. Көрімдік келгенде жаңа түсіп жатқан келінге көрімдік сұрайды. Біздің қазақ халқы үйге көрімдік берілді екен. Ал енді байғазы деген бір зат алсаң, жақсы. Үйге бір зат алсаң, не болмаса бір жақсы нәрселерді көрсетсең деген сияқты сондарға байғазы беріледі. Ол байғазы беретін келген туыстары үйге кіргенде сол байғазыны береді. Оны байғазы деп атайды. Ал енді көрімдіктің оны сіздер жақсы білесіздер. Көрімдік дегенде сол жаңағы бала кішкентай бала өмірге келіп жатса, үйге бір жақсы нәрселер келіп жатса, үйдің иелері көрімдік сұрап жатқанда сол көрімдікті береді. Соны көрімдік деп атайды. Рахмет сізге, ардақты Сәбит Әмірханұлы. Орныңызға жайғасуды сұраймыз. Қошеметтеріңіз болсын, ардақты қатысушылар. Ал 5-ші нөмірлі Павлодар қаласының намысын қорғап келіп отырған біздің ардақты ағамыз Әсенов Даниял Сабырұлы. Қошеметтеріңіз. 1953 жылы 12 наурызда Семей облысы Бесқарағай ауданының Беген ауылында дүниеге келген полиция полковнигі Абай Шәкәрім Мәшкүр Жүсіп тағы басқа қазақтың ақын жырауларының шығармаларын мәнерлеп жатқа айтып, облыс абайы атанып, қазақ халқының жыр дастандары мен ақын жазушыларының шығармаларын насихаттаудағы еңбегі еленіп, облыс әкімінің және мемлекет басшысының
алғыс хаттармен марапатталған қоржынында 100-ден астам ақын жыраулардың жыр дастандары бар. Араб, парсы, түрік тілдеріне деп ден қойып оқып үйренген. 71 жаста. Ел ішінде кең таралған ұлттық салт дәстүрлерге арналған батырлар бойынша әкенің баласына берген батасы шағын көрініс көрсетіледі. Қадірменді жиналған қауым, қадірлі қазылар алқасы, бүгінгі міне бата мерекесімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Шынында бүгінгі өткізіп отырған шарамыздың мәні өте зор. Бұны біз жастарға насихаттауымыз керек. Себебі қазақ халқының дәстүрі бұл тарихында үлкен орын алатын нәрсе бата деген. Бұның мен бір дәлелін сіздерге айтып берейін. Себебі оның ішінде міне әкенің балаға берген батасы. Бұны енді дәлел ретінде мен қазақ дастандарынан айтып берейін. Мысалы, Қыз жібек дастанының ең негізгі идеясы бұл басынан бастап оқырман халыққа айтып тыңдаушыға айтады. Ай, сен әке мен ананың батасына ие болмасаң, сенің жолың болмайды, мәңгі жолың болмайды. Сондықтан өмір бойы тырысу керек. Ана мен атаның батасын алуға дейді. Төлеген әкесінің батасын алмай кеткесін, оның жолы болмайды. Қапияда қайтыс болады. Ал Сансызбай өскеннен кейін әкесінің батасын алып, содан кейін өзінің алдына қойған мұратына жетеді. Мен сол Қыз жібек дастанынан бір кішкентай үзінді оқып берейін, рұқсат болса. 17 жасқа келген соң Сансызбай атқа мінеді, Алладан пәрмен тіледі. Батасын алып кеткелі, атасына келеді, келіп сөйлей береді. Айналайын жаната, ботаңның айтқан сөзіне құлағыңды сал ата. Арызға келді балаңыз, рұқсат бата бер ата. Айналайын жаната, көтеріп бермен басымды, қайғыменен қан жұтып, іше алмадым асымды. Төлегенді іздейін, жеткізді құдай жасымды. Мен төлегенді іздейін, жер шақшысын кезейін. Жоқтаусыз еткен лайық па, туған соң үні біздейін. Разылық берсең жаната, ешкімге көзім сүзбейін. Батаңды берген жаната, тірөлісім білгенше, күдерімді үзбейін. Баласына қол жайып, батасын берді Базарбай. Тура келіп қол жайды, әумейін деп Сансызбай. Бәқтін ашқылы баламның, жаратқан Алла бір Құдай. Патшасың Құдая, 18 мың ғаламның. Ғарышпенен күрсінің, лауықпенен қаламның. Жаратқан Аллам жар болып, бәқтін ашқылы баламның. Балама менің рақым қыл, қыдыр Алла Құдая, құрмет үшін кәлемнің. Енді бұл қазіргі шарт бойынша қазіргі айта беруге болмайды. Сондықтан мен енді қазіргі міне қойылған сұрақпен мен атаның балаға берген батасын айтып берейін сіздерге. Айналайын балашым, аман болсын анашың, аман болсын ағаң да, інің менен апаң да, өзің тәтті балдай бол, тамыры терен талдай бол, биік заңғар таудай бол. Өмір жолын таңдай бол, жемісі бол, баудай бол, туралықты қолдай біл. Оқуда зерек бол, қатарыңнан ерек бол, тұла бойың дарын бол. Көпшілікке мәлім бол, әр сөзің кемелді, абыройлы, беделді бол. Мінезің салмақты, 8 қырлы, бір сырлы, өнерлі бол жан-жақты. Басыңа қатер төнбесін, бақ жұлдызың сөнбесін, өзіңді Алла жақтасын, тілмен қолдан сақтасын. Ата-анамның көзінің сөнбейтұғын нұры бол, еліңе сыйлы қадірлі, азаматтың бірі бол. Туған елдің ұлы бол, денсаулығың зор болсын, бақ дәулетің зор болсын. Сапарың оң болсын, жортқанда жол болсын, алдағы өміріңде қуанышың мол болсын. Әумин. Ал екінші, қазақ халқының ұлттық салт дәстүрге арналған тоқым қағарға бата. Бисмиллахиррахманиррахим. Әрбір сәті баланың қуанышы ата-ананың, құтты болсын қадамың, алғашқы тоқым қағарың. Сәтті болсын сапарың, тәтті болсын татарың. Соңынан еріп мінлер, көбейе берсін қатарың. Биік самға қыран боп, қос топшың талмасын,
жеткіншек қолдан боп өзіңді Алла қолдасын. Доғың ағар тойыңды отбасыңда жалғасын, ағайынмен туысың, ақ тілегін арнасын, шашуларды шашылсын, ақ дастархан жайылып, мерейіңді асырсын, денсаулығың зор болсын, жортқанда жолың болсын, батамыз осы болсын. Аллаху әкбар. Ал үшінші сұраққа кезек келдік. Жеті жоқ базарлық пен сәлемдеме. Енді алыс сапарға барғанда, я болмаса қалаға базарға барып келгенде, адам үйіндегі туыстарына, жерлестеріне базарлық әкеледі екен. Әлгі үйде қалған кісілер алдынан шығып, базарлығың бар ма деп сұрайды екен, соны базарлық дейді. Сәлемдеме деген ол жақын туыстарын көптен көрмей жүрсе, сол елге бір кісі бара жатса, содан сәлемдеме бір сыйлық туыстарына беріп жібереді екен, соны сәлемдеме дейді. Жеті жоқ. Жеті жоқ. Жеті жоқ дегеніміз жерде өлшеу жоқ, аспанда тіреу жоқ, таста тамыр жоқ, тасбақада талап жоқ, Аллада бауыр жоқ, аққуда сүт жоқ. Жылқыда өт жоқ. Рахмет сізге, ардақты ағамызға. Қошемет білдіріп қойсаңыздар болады. 6-шы нөмірлі байқаушыны ортаға шақырайық. Дәуенов Ерболат Уахитұлы. Бұл кісілер онлайн. 1940 жылы 9-шы қыркүйекте Шарбақты ауданының Жылыбұлақ ауылында дүниеге келген, 69 жылы Целиноград ауыл шаруашылық институтының зооинженер факультетін бітірген. Шарбақты ауданының зейнеткерлікке шыққанға дейін бірнеше салада еңбек атқарған. Атқарушы органдар тарапынан құрметті грамоталармен және басқа сыйлықтармен марапатталған Шарбақты ауданының құрметті азаматы 75 жаста. Мен Дәуенов Ерболат Уахитұлы Шарбақты ауданы Жылыбұлақ ауылдық округінен келіп отырмын. Құрметті көрермен, қадірлі қаздар алқасы және осы шараны ұйымдастырушылар, сіздерді осы елбасының рухани бағдарлама аясында болған осы шараны өткізіп жатқандарыңызға Алла тағала қабыл болсын. Осы шараға екі батамен келіп отырмын. Бірінші батам атаның келуге батасы, екінші батам мектеп бітірген түлектерге бата. Отбасының ұйытқысы қайын ата мен қайыннен, сыйлап жүрсең соларды кем болмайсың ешкімнен. Қайынненді күткен бағады бол баланды, енеңнің күні өлшеусіз демеуші қойтағанды. Қайраты кетсе бойынан түртпектей кезіне панады, менді деді кәрілік қайтседегі адамды. Тату бол қайын ағамен, ойнан қара санамен, жасыл ойнан кәрілді сыйла балаңмен. Қайын атаңмен енеңді, болма келі сөгетін, еңгейіп кетті демесе, жәрдемі бар беретін. Шақырма ашық қанаттарға, өзіңде сондай боласың, ойнан келін қарағын, сөзі қатын баласын. Саған айтқан өсиет көпті көрген балаңнан, өнеге қалма тірлікте шайтан менен адамнан. Екінші бата мектеп. Алтын бесік мектебін, білім алып көктедің, аңғармаған зымырап 11 жылдың өткенін. Болашаққа бастаған, қабыл болсын тілегім, жолың болсын тілегім, жаңа өмірге аттаған. Алдыңдағы жазық болсын, мектепті алған білімім, өміріне азық болсын. Білгірсіз маман бол, қайда жүрсең аман бол, тұла бойындағы бол, жанған оттай жалын бол. Өкіністі ғалым бол, атқарған ісіңмен көпшілікке мәлім бол. Өмірге аққан қанатын, қайда жүрсең талмасын, толысып сана санатын, биікте ғана самғасын. Білімнің барар жолында ешке келіп болмасын, қадам басқан ізіне бақ пен дәулет орнасын. Әрқашанда аман бол, сапарыңды оңалтып, жарат үшін қолдасын, әумин деп қолын жайқалып етсіздер Құдай. Аталы сөз, атты бата беруден
ардагерлер арасында ашық байқауға қатысушыларға қойылатын ұлттық салт дәстүрлерге арналған сұрақтардың бірі: тымаққа салу деген не? Халқымызда тымаққа салу деген әдет құрып, жаңа туған шақалақ жас нәрестені айы жетпей туған тымаққа салады. Тымаққа салып 40 күн тымақта ұстайды. 40-ына шығарғаннан кейін баланың тырнағын шашын алып, бесікке бөліп, әрмен қарай жаңа өмірге бейімдейді. Тымаққа салу деген содан шыққан. Рахмет. Екінші сұрағымыз: 5 жақсы деген не? 5 жақсы дегеніміз халқымыздың ұғымында біз өте мынау сый құрметке лайық халықпыз ғой. 5 жақсының бірі қаранар, жүйрік, қалы келен, алмас қылыш, бұлғын іш. Алыстан келген жақын жуық қонақтарға дәрежесіне қарай осы аталған әлгі 5 жақсыны сыйлап келген қонағын халқымызда жинап жібереді. 5 жақсы деген осы болады. Рахмет сізге жауабыңызға. Ақсу қаласы. Шаяхметов Қаршыға Қабыкенұлы, қошеметтеріңіз. 1945 жылы 25 қазанда Павлодар облысы Ақсу ауданы Құркөл ауылында дүниеге келген. 16 жыл Құркөл ауылдық округі әкімі болып қызмет атқарып, жеке кәсіпкерлікті дамытуға айтарлықтай үлес қосқан. Өнер мен мәдениеттің ана тілінің қолдаушысы, жанашыры ретінде көптеген шараларды ұйымдастырылды. Құркөлдің ақындары, Құркөл өңірінің тарихы атты кітаптардың авторы, Ақсу қаласының құрметті азаматы, 76 жаста. Ал бірінші ел ішінде кең таралған ұлттық салт дәстүрге арналған баталар бойынша үйленген жастарға бата. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Сұрасам бата берейін, сөз маржан өрейін, аталардың салтымен бата беріп көрейін. Жаңа өмірге аттаған қадамдарың сәтті болсын. Өмірлерің қызықты, балдай тәтті болсын. Шаңырақтарың биік, керегелерің кең, босағаларың берік болсын. Сендерге сезімнің пәктігін, көңілдің ақтығын берсін. Жас отаудың ішінде сәбидің тәтті үн берсін. Өмірлерің сәулетті, бай, дәулетті болыңдар. Мұраттарың асыл, айналуларың жасыл болсын. Шаруаларың келісті, еңбектерің жемісті болсын. Бір-біріңе сенімді болыңдар, пәк сезімді болыңдар. Сөздерің кемелді, абыройлы, беделді болыңдар. Мінездерің салмақты, өнерлі, жан-жақты. Көпшілікке мәлім болыңдар, сөнбейтін жалын болыңдар. Денсаулықтарың зор болсын, ырыстарың мол болсын. Алдағы өмірде қуаныштарың көп болсын, қиындықтар жоқ болсын. Өмірлі, шүбірлі, ұзақ ғұмырлы, бақытты болыңдар. Әмин. Қазақ халқының ұлттық салт дәстүрлерге арналған өз батасы әскерге баратын жастарға бата. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Қырандарым, ұландарым, ұлдарым, бата сұрап келіп тұрған жандарым, ер жігітке елді қорғау парыз ғой, арайланып ата берсін таңдарың. Бастарманым, аман болсын отаным, осы әлқисасы, осы менің батамның. Аман барып сауғайтындар ұлдарым, тілеу ғой ата менен ананың. Айналайын жасыландар қорғаным, ашық болсын, даңғыл болсын жолдарың. Ел болам деп жері үшін ертеде, бабаларың талай төккен қандарың. Бейбіт заман болса дағы қауіп көп,
көрші елдер жатқан жоққа атып оқ, әскери міндетіңді атқарған соң ораларсың еліңе азамат боп. Азамат деп саған елің сүйінсін, бар тілектер бір арнаға құйылсын, сағынышпен елің сені тосады, қуанышпен дәмің үйден бұйырсын. Ұлттық салт дәстүрге арналған сұрақ. 7 ата, жен құрық. Бала, әке, ата, арғы ата, баба, түп ата, тек ата. Жиен құйрық дегеніміз жиенге арналған жоралғы. Нағашылары жиен келгенде оған жиеннің қалаған затын беруге тиіс. Осы жиен еркелеп 3 рет сұрағанда нағашылары оның көңілін қайтармай беруге бұны міндетті. Егерде бермеген жағдайда жиендік жасап, басқа амалменен ол жиен құйрықты алуға ерікті. Рахмет арасыға. Келесі Аққол ауданы. Әжімұратов Қадыр Әжімұратұлы. Қошеметтеріңіз болсын. 1940 жылы 24 қарашада Павлодар облысы Аққол ауданының Ұлғара елді мекенінде дүниеге келген. Лебеж ауданының алғашқы әкімі, 94-95 жылдары облыстық Агробанк төрағасының орынбасары, облыстық жылжымайтын мүлік орталығы директорының орынбасары болып қызмет атқарған, бірнеше мемлекеттік медальдердің иегері. Ақсақалдар тағылымы қоғамдық бірлестігінің мүшесі, облыстық билер кеңесінің мүшесі, Аққол ауданының құрметті азаматы, 81 жаста. Ел ішінде кең таралған ұлттық салт дәстүрге арналған баталар бойынша жаңа түскен келінге бата. Аттаған аққысаға құтты болсын келінге, майлырақ келін атанар, ақсытын ембен төлінде. Ерте тұрып, кеш тұтта, жалқаулары берімде, ата-енеңді сыйлаймын, үлкеннің сөзін тыңдаймын, өзіңді өзің шындаймын. Ағайын туыс достарды, жақыныңды жатты да бәрінде сыйлап құрметті, енесің сонда сеніңге. Сапарға шықса жолдасың, қолтығынан демеймін. Алаңдамай аттайсың, қуанышқа бөлеймін. Төсеніші әғылдың, шуылдаған сәбидің таланда тапталсың. Атадан алған ақбатаң, адан емген ақсырдың, ададан ақталсың. Бәрекелді келіндеп, ата-енең шаттансын. Жабылмасын есігің, ұлды болсын бесігің. Қазаның оттан түспесін, Алладан болсын несібең. Мүш шалмасын жүзіңді, жұлдызың тұрсын жарқырап, көктемде қырып күзіңді. Еліңе сыйлы ана бол, айналаңа пана бол. Өсіңдер, толыңдар, бақытты болыңдар. Я Раббым Алла, жасаға құдірет, осы тілегімді қабыл ет. Шаңырақ көтерген жастардың ғұмыр жастары ұзақ. Әумин. Қазақ халқының ұлттық салт дәстүрге арналған өз батасы жолаушыға бата. Бисмиллахиррахманиррахим. Сапарың оң болсын, жортқанда жол болсын. Ауа райы ашық болып, бәле-жала қашық болсын. Жазда жасаған, жаратушым жасаған, қыста жауын шашындан сақтасын. Қола жауға қардан сақтасын, тік жардан сақтасын. Алла сіңді жақтасын, жол апатынан сақтасын. Астықта көлігің
тоқтамай арындасын, доңғалақ жарылмасын. Алла мақсатыңды нақты қылсын. Сапарың сәтті болсын. Жол шыққанда жолың болып, көп жақсылықтар кездессін. Отбасына орал, тезірек үйге жет. Алла тағала осы тілегіңді қабыл ет. Әумин айтқаныңыз. Ұлттық салт дәстүрге арналған біздің сұрақ билетіміз жеті қасына көген түп. Біздің халқымыз өзінің өмірлік жолында салт дәстүрінде талай асыл мұралды ұрпаққа үлгілетінді қалдырған. Соның ішінде мынау жеті қазына, жеті ырыс деген ұғымдар бар. Бұл бірінші жеті қазына ер жігітте байланысты ашылғанда жүйрік атың, қыран бүркітің, құмай тазың, қарлы қақпаның, байлағыш ауың, кездің. Осылардың барлығын жіктеп келгенде жүйрік аты қанаты, қыран бүркіті, қуаты, дерең мылтығы, оғы, атылған оғы, ауы, әдісі, айласы, қақпаны, серті, кездігі сұсы. Енді бұның барлығын арқай жалғастырсақ, ырыс. Ырыстың енді жеті түрі бар. Ол бірінші ақыл ой, өріс. Екінші денсаулық, үшінші ақжаулық, төртінші бала, ол енді біздің өмірді жалғастырушы. Содан кейін көңіл. Көңілмен пейіл болса, ықыласқа ырыста мол болады. Сосын жер. Жер елсіз болмайды. Елсіз тұр, жер елсіз тұр. Жерсіз тұр. Сондықтан да жетіншісі ол енді ит өлі адамның серігі. Ал енді бұна көген түп деген енді бұл жаңа айтылып жатыр. Шында да біздің халқымыз, ырымшыл халқымыз ғой. Жаз шығып, мал төлдеп, құлындар мен бұзаулар желіндеп, желіге тіркеліп, бұзаулар байланып, лақтардың бәрі өріске шыққан кезде, осы бірау көгентік деген затты, сыйлықты, бірау шаңыраққа алғашқы келген өздерінің балаларын ертіп әкелген туыс достардың жекжаттардың балаларына ұсынған көгентік. Көгентік дегенде, көген деген сөз ол төлдің ойына байланысты жіп. Осын жіп майлы болсын, ақ бол болсын, мал көп болсын. Осы мынау дәулеттің бар, ырыстың бәрі осы жаңа келген жас сәбиге бірге болсын деген езгі ниетпен біздің халқымыз оны ұсынған. Осы мына айтайын дегенім мына бүгінгі біздің жастарымызға үлгі ретінде, әсіресе мына біздің мына осы ұйымдастырып отқан мына батагөйлер сайысында біздің негізгі мақсатымыз халқымыздың ұлт дәстүрін, ырымын, жорамалын, неше түрлі арқалы сөздерін бәрі жастар bizim түсініп ұғыну керек. Өйткені біз келешегімізді арға жалғастыратын осы жастарға осының бәрін үйретіп, тіл ғана емес, салт дәстүрді де қазақтың барлық ғұмырын біз жастарға дәріптеуіміз керек. Сондықтан да осы іспетті жүргізіп жатқан шараға мен өзім ризашылығымды білдіре отырып, өз атымнан көп рахмет айтамын осы ұйымдастырушыларға. Әсіресе мына мәдениет басқармасының басшыларына, басқа да біздің ақсақалдар тағылымның қауымдастығына, облыстық ардагерлер кеңесіне барлығына мен ризашылығымды білдіріп, басын биіп, рахмет айтамын. Рахмет аға, көп рахмет өзіңізге.
Ал енді Ертіс ауданы Жұматов Ермек Сағынтайұлы, қошаметтеріңіз болсын. 45 жылы 1 қыркүйекте Ертіс ауданының үлгілі ауылында дүниеге келген. Ақтоғай ауданының оқу білімінің меңгерушісі, аудандық қазақ тілі қоғамының төрағасы, облыстық халыққа білім беру басқармасының оқу әдістемелік бөлімінің меңгерушісі 2007-2009 жылдары Сұлтан Мақтарайұлы атындағы колледжінің тарих, саясаттану, философия және мәдениеттану пәндерінің оқытушысы, Қазақ ССР оқу ісінің үздігі, бірнеше құрмет грамоталары, бағалы сыйлықтармен марапатталған. Ертіс ауданының құрметті азаматы, Ақсақалдар тағылымы қоғамдық бірлестігінің мүшесі, 76 жаста. Ел ішінде кең таралған ұлттық салт дәстүрге арналған баталар бойынша әкімге бата. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өмірдің гүл бағында, нағыз кемел шағында, сенім артып көпшілік отырдың жаңа тағына, тілеулес біз бағына, күш қуат беріп білекке, жеткізсін арман тілекке. Жаратқан қолдап тауып беріп, әділет салсын жүрекке, алдағы жол жіңішке, қызықпа алтын күміске, жемқорлармен келіспе, құлдилама еңіске, ешкімді жатқа санама, бәрінде туыс бауырғып, ерегісіп қасарма, рахым жаса нашарға, көп тілегі көл болар, ғұмырыңды ұзақ жасарға, халқың мұқтаж болмасын, ораза ауыз ашарға, отырдың үлкен орынға, ештемеден қорынба, аянбай әділ еңбек ет, имандылық жолында, қарсы қойма өзіңе қарапайым халықты, ел сенімін ақтасаң, боласың сонда даңқты. Аумин. Қазақ халқының ұлттық салт дәстүрге арналған өз батасы, сүндетке отырғызу батасы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мұсылмандық міндетің құтты болсын сүндетің, ата-ана айналам жасап жатыр құрметін. Іскешелер епті бол, жүзің өткір бетті бол, өркен өргөрлесін, күш қуатың кернесін, қиындықтан сақтасын, жарқыраған алдында бақ дәулетің жалғассын. Абыройлы беделді бол, жан-жақты өнерлі бол, сөздерің жүйелі болсын, халықтың жан күйері бол, татулыққа тамшы бол, бастамаға қамшы бол, ықыласқа иық бол, ар алдында биік бол. Тәңір берген жақсылық ешқашанда кетпесін. Жарқыраған алдында жолдарың ашық кең болсын. Армандарың алдыңнан саған келіп қол берсін. Алла. Ұлттық салт дәстүрге арналған сұрақ билетіміз. Қазық майлау, қазақша аяттары. Қазық майлау дегенде қазақтар мысалы денің сауыны басылатын көктем кезінде деген сияқты желі тартады. Желі тартқанда оның қағатын орнатып қоятын қазықтары болады. Әрбір жерде мысалы кейде былтырғы уақытта қазылған орын сол сақталынып тұруы да мүмкін. 5-6 құлын билейтін жердің ортасында бір қазық қағылып деген сияқты осындай сауын басылатын құрметті мерекенің алдында елдің азаматтары, үлкен азаматтары, бәйбішелер келіп тұрып, сол қазықты майлап, сүт мол болсын, қымыз мол болсын, еліміздің байлығы мол болсын деген жақсы тілектерін білдіреді. Аяттар енді қазақтың аяттары. Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір,
мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, октябрьміз, қараша, желтоқсан, октябрьміз не? Білетін нәрсе ауызға қараша, желтоқсан мен сол бір екі ай қыстың басы бір ерте біреуі жай. Ерте барсам жерімді жеп қоям деп, ықтырмамен күзеуде отырар бай. Ой, рахмет аға, рахмет. Сізге мұнда рахмет. Шайдуллин Ибрай Шайдоллаұлы, қошеметтеріңіз болсын. Железин ауданы. 47 жылы 28 қыркүйекте Павлодар облысының Железин ауданының Передовик колхозында дүниеге келген. 81-89 жылдары Михайловск совхозының партия комитетінің хатшысы, 89-2006 жылдары Железин ауданының атқару комитетінің жауапты қызметте аудан әкімінің орынбасары және аудандық мәслихаттың хатшысы болып қызмет атқарған. Зейнеткерлікке шыққан 2011 жылы мұсылмандық 5 парыздың бірі қажылық міндетін атқарған, 74 жаста. Ел ішіндегі кең таралған Әйтеке бидің жастарға берген батасы. Ауызы биллахи шайтанir-рajim, бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атын бастайын. Ең дәмді деп тапқаның, өз еңбегіңмен тапқаның, сонда ғана тапқаның, бұлар дәулетің. Сонда ғана бұлар сәулетің. Сонда ғана шыраққа айналарсың. Жанған шырағың жарық бұлар. Жанған шырақты халқын көрер. Тек лап едіп жанып, шөбен сөнгеннен сақтасын. Еңбексіз өткен өмір де бір, ерте келген өлім де бір. Еңбегің жарса қуанарсың, қуанышың келсе таспа, уайым қай келсе саспа. Жетпей жатып болдым деме, толмай жатып толдым деме. Жетпей жатып болдым деген, толмай жатып толдым деген. Төменде күймеңдейді, төменде күймегендің төбеде басын көрмейді. Қолдан келген биік көшар. Биік ұшсаң абайлап қон. Биік ұшқанды күн дейтін, төменде қалғанды күн түн дейтін ағайындықтар толып жатыр. Төбе көкке жетсе де, табан жерде тұрғанын ұмытпа. Жоғарыға шыққан даңққа ие болар. Бірақ ауру батпандап кіріп, мысқылдап шықса, даңқ мысқылдап кіріп, батпандап шығатынын ұмытпа. Жерген жүрлерің бәрі жазық болсын, армен абырой өмірге азық болсын. Әумин. Ұлттық салт дәстүрге арналған өз батасы мерейтой иелеріне бата. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сұраса бата берейін, сөз асылын терейін. Осы отырған ағайын, сендерге бата тілейін. Я Аллахым, өзің қолда, қызыл кесін қасыңа, аман есен, бірлік береке болсын, қуат берсін, түнің ашық, түнің тыныш болсын. Басыңа амандық, тасаранға береке берсін.
амандық есім қуаныш мол болсын. Иләймин, Аллаху акбар. Ұлттық салт дәстүрге арналған сұрақ. Үзеңгіден өткізу. Қазақ жыл аттары. Жыл қайыру. Жыл аттары шқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, тауық, мешін, ит, доңыз. Қазақтар қазіргі уақытта туған күн тойлайды, 70-ге келген тойлайды, 80-ге келген тойлайды. Ертеде қазақтар мүшел жасқа келгенін атайды. 13 жас, 12 жас, бір мүшел 11 жас қосады, содан кейін 13 жас, 25 жас, 37 жас, 49 солай айта береді. Жылды содан кейін солай қайтарады. Үзеңгіден өткізу. Үзеңгі айла ма? Үзеңгіден өткізу. Үзеңгіден өткізу. Қазақ сөзге бай, дәстүрге бай, ырымға бай халық. Бұл менің ойымша үзеңгіден өткізу деген жас баланы атқа бірінші мінгізгенде, соң аяғынан ерте оқыма мінгізгенде, үзеңгінің аяғын мінгізгенде, сонда бата беріп, соны ырым қылып нетеді. Рахмет, Ибрай аға, сізге мыңда рахмет. Қошеметтеріңіз болсын. Екібастұз қаласы. Паруар Жұматай Паруарұлы 1953 жылы 23 мамырда Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүниеге келген. 2000-нан 2016 жылдары Павлодар қалалық аумақтық басқармасы инспекциясының басшысы болып зейнеткерлікке шыққан. Марапаттаулары 1-2, 3 дәрежелі ерен еңбек үшін төс белгілері, облыстың 75 жылдығының төс белгісі, Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл төс белгісі, Ауыл шаруашылық министрінің құрмет грамотасы, қалалық облыстық әкімшіліктер мақтау алғыс грамоталарының егері 68 жаста. Ел ішінде кең таралған Бұхар жыраудың тілек батасы. Ассалаумағалейкум халқым менің, алдыңға болашаққа артқан сенім. Ақ бата мен әділдік жолдан таймай, қастерле ата-баба салтың делім. Жұматай Пәрутегі менің атым. Орта жүз арғын қозған арыз атым. Байқауға үміткер боп келіп тұрмын. Арқалап, Екібастың аманатын. Келе жатқан қасиетті наурыз айымыз құтты болсын, құт берекесін, жақсылығын әкелсін. Әумин. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірінші тілек тілеңіз, бір Аллаға жазбасқа. Екінші тілек тілеңіз, шұғыл бір пасыл залының сөзіне еріп албасқа. Үшінші тілек тілеңіз, 3 күнсіз көйлек кимеске. Төртінші тілек тілеңіз, төрде төсек тартып жатмасқа. Бесінші тілек тілеңіз, 5 уақыт 5 намаз, біреуде қаза болмасқа. Алтыншы тілек тілеңіз, 60 басты ақ орда, ардақтаған аруың, күндерді күнде тегінен тегін біреуге олжап болмасқа. Жетінші тілек тілеңіз, желкіл деген ту келіп, жер қайысқан келіп, сонда сасып тұрмасқа. Сегізінші тілек тілеңіз, 8 қиыр шар тарап, жер тұлданып тұрмасқа. Тоғызыншы тілек тілеңіз, төреңіз тақтан таймасқа. 90-ға келген қарт бабаң, топқа жаяу бармасқа. 10-шы тілек тілеңіз, олай сені көтерген, омыртқасы жүрген, аязды күні айналған,
ұлттығына толғанған, тарих құрсағын кеңіткен, тас емшегін жібіткен, анаңда бір аңырап қалмасқа. 11-ші тілек тілеңіз. О саусағы қыналы, омырауы жұпарлы, исі жұпар аңған, даусы құлай санған, назыменен күйдірген, құлқыменен сүйдірген, ардақтаған бикешің жылайда жесір қалмасқа. Аллаху акбар. Ұлттық салт дәстүрге арналған сұрақ. Бисмиллахиррахманиррахим. Шаттық саған әкесін, туған күнің әрдайым. Ақ батамды қол жайып, бір өзіңе арнайын. Жасың жасқа аласың, тойың тойға аласың, өкінбесте қырасың, өткен күнің қырасың. Әрбір атқан таңды қадірлей бер күнім деп, әрбір шыққан күнімді шығар сал күнім деп, көрген әрбір қызығың келер күнге жалғасын, ризашылығыңа бөлесін санал өткен әр жасың. Көңіліңді кір шалмасын, таң күнің болмасын. Бәйтеректей мәуелі шапырағың солмасын. Денсаулығың зор болсын, ырысың мол болсын, сапарың оң болсын. Алла тағала өмірің ақ жол болсын. Аумин. Өз батаңыз туған күнге арналған рахмет. Ұлттық салт дәстүрге арналған сұрақ билетіміз. Тымаққа салу 5 жақсы. Құрметті көрермендер, тымаққа салу деген біздің бұрынғы ата салтымыздан келе жатқан дәстүр. Бұл күні жетпеген, айы жетпеген баланы тымаққа салып, сол күнге 9 ай 9 күнге дейін тымаққа салып ұстаған. Сол жетілдірген, бата берген, Алла тағаладан сұраған. Сосын барып 9 ай 9 күн дегенде күні жеткен кезде тымақтан алып адам қатарына қосқан. 5 жақсы. 5 жақсы. Болғын шық. Жүріп таза. Бере мылтық. Рахмет. Рахмет ағамызға. Ал келесі Успен ауданы Санаш Мұхамедұлы. Онлайн ба? Онлайн ба кісінікі? Ассалаумағалейкум. Баршаңызға мына істеп жатқан істеріңіз оңды болсын. Мен Санаш Мұхамедұлы Успен ауданынан. 30 сұрақтың ішінен маған келген 2 сұрақ. Бірінші ырым, екінші саумалық. Ырым қазақ ғұрп әдеті. Жаңа туған баласын шешен болсын деп ақын жырауларды аузына түккен. Отаншыл болсын деп туған жер топырағына аунатқан. Жас ұзақ болсын деп ақсақал адамдардың тақымынан өткізген. Бұны ырым дейді. Саумалық. Наурыз айында жаңа жыл келіп, күн күркіреп, жаңбыр жауғанда ауыл адамдары далаға шығып, саумалық келдің ба, күн күркіреп, көк шықты көрдің ба деп тілек айтады. Бұны саумалық дейді. Бауыржан Момышұлы атамыздың жігітке берген батасы. Әуелі Алла бақ берсін, жет атаңа жеткендей, екінші тілмен жақ берсін, сүйегіңе сіңіп біткендей, үшінші берсін мал перезен, оң жағыңа отау тіккендей, төртінші берсін ұзақ жас, қадірлеп сені күткендей, бесінші берсін ақыл ой, алысқа даңқың жеткендей, алтыншы берсін несібе, нұрсуын құйып еккендей, жетінші берсін берекет, жерге тұқым сепкендей, сегізінші сезімнің жайылсын, сәуірдің бұлты төккендей, тоғызыншы берсін тоқшылық, ел қанағат еткендей, 10-ші берсін ынтымақ, ойлаған мақсатқа жеткендей. Әмин. Наурызға бата. Әуелі Құдайым бақ берсін, бақ бергенде нақ берсін, несібелі бас берсін, берекелі ас берсін. Ұлыстың ұлы күні әз наурыз құтты болсын,
ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда жүрсең жол болсын. Мекенің тұрақты болсын, өрісің құрақты болсын, өзенің суақты болсын, күнің шуақты болсын, ел жұрт аман болсын, тыныш баясат заман болсын, тілеуі қабыл болсын. Әмин, Аллаху. Байған кентінде туылған 78 жылы Павлодар облысы мемлекеттік педагогикалық институтының химия биология пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша бітірілген. Зейнеткерлікке шыққан жоғары санатты мұғалім. 84-88 жылдары Шөптікөл поселок кеңесінің төрағасы болып қызмет істеп, Майкөбен көмір кенішінің ашылуына және көптеген әлеуметтік тұрмыстық мәселелерді шешуге елеулі үлес қосқан. Наурызбай қажы мен жұбайы халық емшісі Рымтай қажы Сапарбекқызы екеуі иман ұйғын шаңырақ 73 жаста. Ел ішінде кең таралған бата жастарға бата. Әуелі Алла қолдасын, жамандық істер болмасын, жақсылығын озбасын, жамандығын тозбасын. Оңды бол бар жасын, жақсылығын болсын жолдасын, бір ғалисан болсын жолдасын. Жастардың үлгі арта берсін, салауаттық тарта берсін. Осы берген батамды бір Алла өзі қолдасын. Ұлттық салт дәстүрге арналған өз батасы тәуелсіздік күніне бата. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тамам пенде берік бол, қасиетпен келді еркіндік. Иман бер оларға, елін Алла қолдасын. О халайық, аңсаған тәуелсіздік құтты болсын, тұғырының сон болаттай мықты болсын, көк аспанды жәлбірек азықтығын мәңгілікке басқан қадам нық болсын. Осы берген батамды бір Алла өзі қолдасын. Ал келесі ұлттық салт дәстүрге арналған сұрақ билетіміз түйе мұрындық сүйек жаңғырту. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Біздің қазақ салтында жалпы алғанда 7 атаға дейін қыз берісіп қыз алынмайды. Бірақ уақыт келе өткен кездерде жаңағы туыстығын жаңғырту үшін екі жақта құда-құдалар мысалы бізбен келісіп, сүйек жаңғыртамыз деп, қайтадан сол елден қызы алып келіп сүйеп, немесе ұлды үйлендіріп. Соған бір мысал, баяғыда ерте заманда Құнанбай Алшынбайға елші жіберіп, қайтадан құда болайық, сүйек жаңғыртайық, қыз берсін немесе қыз алсын дейді. Сонда демалысқаннан кейін Алшынбай шақырып алып айтады, менің бір қоятын шартым бар дейді. Торқалы тойда қатыспайтын, топыраққа өлімге қатыспайтын, бір-біріне қайырлы болсын айтыспайтын құда болатын болса, соған шыдаса мен келістім дейді. Сосын барған жігіттер шошып кетеді, оны қандай тілек деп. Сосын келгеннен кейін демалғасын алдына шақырып айтады, осылай деп айтты. Сонда бала, сен түсінбеген екенсің деп дейді. Себебі ерте кезде жол алыс, екі елдің арасы өте алшақ. Егер қыс боранда немесе жауын шашында торқалы тойға, топырақты өлімге қатыса алмай қалсақ, сонда өкпелемейтін құда болуға шыдаса, мен келістім екен. Мен сондықтан ата-бабаларының осылай тұспалдап барып өздерінің ойларын жеткізген. Сондықтан осы Алшынбай мен Құнанбайдың қайта жаңғыртқан дұғалығының арқасында осы дүние біздің биыл 175 жылдығын тойлаған ұлы ақынымыз Ибрахим Абай Құнанбаев дүниеге келген екен. Түйе мұрындық. Түйе мұрындық деп мына келін сүріп алып келе жатқан кезде жолда бір ауылдан адамдар шығып түйе мұрындық сұрайды. Сонда сол елдің келін сүріп жатқан елдің
болашақ келіннің енесі жағы адамға темірұлдық деп оған арнайы бата беріп, оның сүйіншісінде еді. Соны темірұлдық деп атаған. Рахмет сізге. Мыңда бір рахмет. Қошемет білдіріп қояйық. Ал қымбатты, құрметті онлайн көрермен қауым, жалпы қымбатты осы ардагерлер арасында бата беруден өткізілген бүгінгі аталардың ақ батасы атты облыстық онлайн батагөйлер байқауы өз мәресіне жетті. Баталы ұрпақтарымыздың батагөй қарттарымыз көбейсін. Еліміздің іргесі одан әрі бекіп, әлемге жарқын істермен ғана танылсын. Бүгінгі онлайн байқаудың қорытындысы 15 сәуір күні жарияланып онлайн түрде хабарлайды. Мына жуырда өткен сайыс бойынша аталардың ақ батасы онлайн түрде облыс бойынша өтті. Осы кісілерді марапаттауға рұқсат етіңіздер. Бірінші алғыс хат беріледі Наурызбай Кірмандаевқа, Баянауыл ауданы. Екінші Санаш Мұхаммедұлы. Бұл Успенка ауданы, солай ма? Успенка ауданы. Құралай Уақпай қызы. Бұл кісі Ауылдар ауданынан. Қабидолла Әлібаев ақсақал, Аққулы ауданынан. Ерболат Дәуенов, Шербақты ауданынан. Алғыс хатпен марапатталды. Абрай Шайдулин, Железинка ауданы. Енді келесі номинация бойынша парасатты Батыгөй арқылы. Номинацияға бірінші номинация Совет. Әмірханов Совет. Ақтоғай ауданы. Екінші Бақытжамал апамыз. Теремкөл ауданы. Ермек Жұматов, Ертіс ауданы. Қадыр Ажмұратов, Аққулы ауданы. Үшінші орын. Қаршыға Шаяхметов, екінші орын. Бұл кісі Ақсу ғой. Ақсу қаласы. Бірінші орын Даниял Әсенов деген ақсақалымыз. Ол кісі облысқа танымал, Қазақстанға бүкіл танымал кісі. Мына Абайдың, басқа да біздің ғұлама ақындарымыздың, жазушылардың барлық шығармаларын, Абайдың өлеңдерін, Жамбылдың да басқа кісілердің барлығының, сол кісілердің шығармаларын бәрін көбін жатқа білетін ақсақал. Бұл кісі бірінші орын деп, мына ақсақалдар алқасы осы кісіге ұйғарды. Сондықтан бұл кісі бірінші орын. Рахмет. Ерекше сыйлықтар үш кісі. Мынау Санаш ақсақал, Успенка ауданы, солай ма? Сосын Әлібаев Қабидолла ақсақал, жаңағы неттік Пару ақсақал, ол кісі Екібастөз ауданы. Ол кісілерге 10 мың теңгеден, мінекей облыстық советтің атынан біз 10 мың теңгеден қатысқан үшін жаңағы келешек ұрпаққа тәлім тәрбие береді. Келешек ұрпақ осы батаны ұмытып кетпейді. Ол кісілерді әрмен қарай жалғастырады дегеннен кейін жалғастыру керек деп, сол себепте мына кісілерге біз 3 орын дайындадық. Сол 3 орынды сол кісілерге береміз.
жалпы осы мынау аталар батасы деген сайысты ұйымдастырған Балтабай Сыздық ұлына осы ардагерлер атынан мен ол кісіге рахмет айтқым келіп тұр. Ол кісі көптеген жұмыс жасады. Ол кісі енді біз былтыр алдыңғы жылдан бастағанбыз. Бұл сайысты жылда өту керек еді, бірнеше рет өту керек еді. Біздің аудандарда өту керек еді. Өйткені мына бата беру аталардан қалған өзіміздің дәстүріміз. Бұл келешекте ұрпаққа бір беретін жақсы өнеге деп біз есептейміз. Сондықтан бұл мынау жағдайға байланысты былтыр одан жылы өтпей қалды. Ал енді бірінші ұйымдастырған кезімізде біз облыста осында ұйымдастырғанбыз. Сосын бізден кейін республика ұйымдастырды. Республика ұйымдастырып, Атырау облысында бүкіл Қазақстанның аталарын, Батағой аталарын жинады. Сонда біздің Балтабай Сәкенұлы Сыздықов сол сайысқа барып, республика бойынша бірінші орын алып келді. Содан кейін ол кісі енді сол жұмысты осы біздің облысқа тікелей әрмен қарай жалғастырды. Енді мен ойлаймын, бұның жалғасы болады, әрмен қарай жалғастыра береміз. Рахмет барлықтарыңызға. Бізді мына ақсақалдар кеңесін қолдап, бұл жұмысқа көмек көрсеткен үшін біз облыстық мәдениет ұжымына көп алғысымызды ақсақалдардың атынан айтамыз. Рахмет.